Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай асқабақ шырынның жасалу жолдарын және пайдасы мен зиянын сіздерге айтып өтетін боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Мен ең алдымен үлкен бір асқабақты алып, ішінен дәндерін тазалап, сыртын тазалап, жуып алып, ұсақтау етіп, осылай 4 бұрышты етіп турап шықтым. Жалпы асқабақ шырынының адам ағзасы үшін пайдасы өте көп. Асқабақтың құрамында көптеген микроэлементтер болады. Ол В1, В2, С, Е дәрумендеріне өте бай. Анемия, семіздік, жүрек ауруларына шалдыққан адамдар үшін асқабақ таптырмайтын көкөніс болып табылады. Сонымен қатар дәл осы асқабақ шырынын жатар алдында 200 грамм ішетін болсаңыз, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Бұл шырынды бауырды тазалау үшін де ішеді. Жалпы осы аталып өтілген пайдасына нәтиже көремін десеңіздер, асқабақ шырынын бір ай бойы күніне таңертең 200 грамм ішіп тұруларыңыз керек. Сонымен қатар асқабақты пайдалануға болмайтын жағдайлар да бар. Ол асқазанның жарасы бар адамдар және асқазанның басқа да аурулармен ауыратын адамдарға бұл шырынды ішуге болмайды. Асқабақ дәніндегі магний қан құрамындағы холестериннің көбеюіне әсер етеді. Сондықтан қант диабеті бар адамдарға да асқабақты аз мөлшерде пайдаланғаны дұрыс. Мен осылай 4 бұрышты етіп асқабақтарымды турап шықтым. Енді ыдысқа салып пісіріп алатын боламын. Дәл осылай кастрюльге салып, орташа отта пісіріп алдым және оның үстінен асқабақ батып тұратындай етіп су құю керек. Асқабақ қайнағаннан кейін орташа отқа қойып 20-25 минутқа пісіріп аламын. Асқабақтарым пісіп шыққанша ішіндегі салмасын дайындай бастаймын. Ол үшін маған 2 осындай апельсин мен 1 лимон қосатын боламын. Ең алдымен қабықтарын ашып, лимонның ортасындағы дәндерін міндетті түрде алып тастау керек, себебі лимонның дәмі біздің согымызды қышқылдандырып жібереді. Жемістерімді осылайынан ашып дайындап қойдым. Осы арада біздің асқабағымыз да қайнап қалған екен. Енді асқабақтың үстінен қант қосатын боламын. Менде бұл жерде 3 килограмм асқабақ, 3 килограмм асқабаққа 300 грамм қант қостым. Қант қосып жақсылап араластырып, әрі қарай 10 минутқа қайнатуға қойып қойдым. Жаңағы ашып дайындап қойған апельсин мен лимонымызды осындай блендердің ішіне салып, жақсылап ұсақ етіп езіп аламын. Ұсақтап болғаннан кейін осындай өткізгіштің көмегімен бір рет сүзіп аламын. Осылайынан сүзіп, сұйығын ғана алып, ішіндегі артық осындай заттарын тастайтын боламыз. Бұл жемістер біздің шырынымызға өте әдемі дәм беріп тұратын болады. Егер апельсин болмаса, оның орнына мандарин қоссаңыздар да дәмі өте ерекше болып шығады. Дәл осылай дайын болып шықты. Енді пісіп дайын болған асқабақты дәл осылай блендердің көмегімен ұсақтау етіп езіп шығамыз. Арасында бірде-бір түйіршік қалып кетпейтіндей етіп өте ұсақ қылып еземіз. Міне осымен біздің шырынымыз дайын болып шықты. Егер де сіздер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің шырындарыңыз өте керемет болып шығатын болады. Және осындай өте пайдалы шырынды жасап ішуге сіздерге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіздер менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, астыдағы подписаться бөлімін басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Күніге сіздермен жаңа әрі пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын.